Көп жігіттер өзінің үйленетін жарының, үйленген әйелінің анша-мұнша секреттерін мамасына, бауырларына, достарына айтады. Қателік осыда. Дұрыс қой, енді енеге де керек сол енді өзі. Келінің кемістігін білген жақсы көреді кез келген. Бірақ сөйтсе де бала ондайға жібермеу керек. Құдай саған қосқан әйелің ба, соның жасы үлкен ба, жасы кіші ма, қандай ауруы бар, оны айта берудің керегі жоқ. Ол сенің жеке жарың. Ал енді жамандадың ба әйеліңді, онда сен онымен бірге тұрма. Өзің жамандап боласың да барып қасына барып жатып аласың, ұялмайсың ба? Аберін төгіп боласың да өзің жатасың. Осы нәрсе дұрыс нәрсе емес. Мына бала, қазіргі жас балалардың көп, жігіттердің көбі шешесінің баласы болып қалды. Мамасын сырын айта береді. Бұрынғы аналар баласын қанша жақсы көрсе де әкесіне бейімдетіп үйреткен ұл баланы. Қыз баланы өзіне бейімдеткен. Неге? Ертең қыз балан кетеді. Сонда барған жерде ол енесімен тіл табысу керек, проблема сода. Ал бізде олай емес, бәрі ғана ішіме сыйған балам сыртыма сияды деген бір ақмақ сөз бар. Соны қасына алып алады да, содан кейін бұл жақсы нәрсе емес. Әйелдің, маған да кейде қайырлап, мен үйленетін жігіттің дейді, әйелдің дейді қажеке, жасы менен 3-4-5 жас үлкен дейді. Неге айтып тұрсың? Үйленетін болсаң, үйленіп қойсаң, несін айтасың? Айтпа, үйлендің ба, бол, бақытты өмір сүре бер. Сенен ешкім год рождения свидетельствосын сұрап жатқан жоқ қой паспортынан. Паспортын сұрамағаннан айтпа. Енді өз аберіңді өзің ашпа. Содан кейін келіндерге де жаңағы ойлап қалады байқұстар, енеммен тіл табысайын дейді, секреттерін айтады, соң енесі оның бетіне басады. Осы жақсы нәрсе емес. Біреудің айыбын, біреудің кемістігін бетіне басудың керегі жоқ. Балаң жақсы өмір сүріп жатыр ма, орысша айтқанда оған комфортный ма, болды, өмір сүре берсін. Ол қазіргі балалар түзетіп, айғайлатып, ананы шулатып түзететін бала жоқ қазіргі заманда. Сондықтан өзіне жақсы болса, өзіне рахат болса, өмір сүре берсін, болды. Оның жасы үлкен ба, жасы кіші ма, қазақ па, орыс па, кавказ ба, кім болса ол болсын, бақытты өмір сүріп жатыр ма, сүре берсін, болды. Айналып кетейін, бақытты бол. Ал енді оны шұқып, түртпектеудің аса қажеті жоқ. Оны айта берсе, әбейір кетеді адам. Кейін өзіңізге айналып, соның таяқтың бұрышы өзің айналып келіп.